қазаның дастарханын тойға айналдырмайық. Ардақты ағайын, құрметті маңғыстаулық жерлестер, бүгін ауыл болып ақылдасып, ел ақсақалдары мен қоғамдық ұйымдармен кеңесе отырып, нақты ұсынысымызды Маңғыстау халқына жолдаймыз. Қадірлі ағайын, басты мақсатымыз адамы қайтыс болған қаралы үйге салмақ салдырмау, орынсыз ысырапқа жол бермеу. Ақиқатын айту керек, соңғы жылдары қазаның дастарханы тойға айналып бара жатқаны жасырын емес. Дастарханға алма, жүзім, апельсин, қауын қарбыз, түрлі салаттар, торттар, қуырдақ, қазы-қарта балық қойылады. Бұның бәрі ысырап әрі қаралы шаңыраққа ауыр салмақ. Біздің ата дәстүрімізде мұндай болған емес. Қазақта садақаның дастарханындай деген теңеу бар. Той қуаныштың, садақа қайғының белгісі екенін ұмытпайық. Екі дастархан екі бөлек болуы керек. Бір жағында жалғызынан, баласынан, бауырынан, ата-анасынан айырылып жылап отырған азалы дауыс. Екінші жағында садақаға жиналған жамағат. Сондай сәтте кім апельсин ашып, қазы жеп отырады. Ешкім дастарханды сынамайды. Қазаға келген адам бір кесе шай ішіп, наннан ауыз тигеннен кейін тез тұруға асығады. Ал дастархан толы тағамдар көбіне ысырап болып қалады. Мұндай астамшылықты, дарақылықты тоқтату керек. Етке үй тігу, қуырдақ қою дұрыс емес. Шайдан шыққан адамдарды етке тігілген үйге кіргізеді. Есік алдында тұрған екі-үш жігіт, етке кіріңіздер, садақадан ауыз тиіп кетіңіздер деп тұрады. Шайдан шыққан адамның көбі қабыл болсын деп асығыс кетеді. Адамдар ет тартылатын үйге тамақ жеу үшін емес, амалсыздан, ұялғаннан кіреді. Етке тігілген үйде қаншама келіндер қызмет етіп жүреді. Қыста етті көрші үйлерге кіргізетін жағдайларда болады. Еттің табағы келгенше адамдар күтіп отырады. Симағандар далада тұрады. Талай садақада қазан піскен ет желінбей, қазан қақпағы ашылмастан далаға төгіледі. Себебі қарасынан дәм алып кетуге болмайды деген ырым бар. Бұл да ысырап. Мұны тоқтату керек. Біздің нақты ұсынысымыз адамдар садақаға тамақ жеу үшін емес, қаралы үйге көңіл айтып, жаназа намазына қатысып, марқұмға бір уыс топырақ салып, садақадан ауыз тиіп, бата жасап, көмегін беру үшін барады. Қаралы дастархан өте қарапайым болуы керек. Дастарханға нан, қант, дәнді дақыл қою жеткілікті. Біз Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының садақа мәзірі туралы тұжырымдарын толық қолдаймыз. Қазалы үйдің дастарханына қуырдақ қоюға болмайды. Әркімнің жағдайы әр түрлі. Тұрмысы төмен үйлер қаншама. Олар да елден ұят болады деп қарызданып жатады. Қуырдақ үшін жылқы сойылады. Жылқының бағасы шамамен 500 мың теңге. Жылқыны әкелу, сою, турау, пісіру, қыруар шығын әрі әурешілік. Ешкім садақадан қуырдақ жемедік, қазды-қартадан ауыз тимедік деп өкпелемейді. Керісінше, сол қаржыны марқұмның кейінгі садақаларына тамын тұрғызуға жұмсау әлде қайда сауапты. Қуырдақтың орнына шаймен бірге ет әкелінсін. Етті табақтан жейме, тәрелкеге салып ауыз тиеме өз еркі. Өз үйінде үлкен кісілерге бас тарту дәстүрін сақтауға болады. Сонда етке үй тігіп, көршіге қонақ кіргізіп әлек болмайды. Садақаға келген адам бір үйден шай ішіп, еттен ауыз тиіп тез шығады. Сыртта адамдарда ұзақ кезек күтпейді. Қызмет көрсетушілерге де жеңіл болады. Ет тарту үшін үй жалдаудың қажеті жоқ. Қаза шыққаннан кейін 3-і, 7-сі, 40-ы, 100-і жылдық садақасы бар. Адам қайтқан күннен бастап, жылдық садақасына дейін әр садақаның алдында қонағасы беріледі. Барлық дастарханға қуырдақ қою, миллиондаған шығын, қаралы үйге ауыртпалық. Ал жағдайы қиын, сүйенетін ағайыны жоқ үйлерін істемек. Мұндай астамшылықты, дарақылықты, бәсекені тоқтату қажет. Бұл ұсынысты әр ауыл, әр әулет өзара талқылап, ортақ шешім қабылдауы керек. Еліміз аман, халқымыз бақытты болсын. Шаңырақтарың қуанышпен,
берекеге толсын. Маңғыстау облысы Онда ауылы, Онда ауылының ақсақалдар және аналар кеңесі қабылдады.